подписчиклар, бүгін бірінші ой бағдарламамыз біздің мастер классымызда домбыраның ақында неге десе Ногайда бұрыннан алып домбырамыз бірше болып келеді, дауда да болсын, игіліктерде болсын, яманлықтарда да болсын. Соның үшін де әлгі заманларда біздің домбырамыз бек популярный болып жатыр. Неге десе көп адамдар айтады, үйде болса екен домбырам, үйде болса екен деп, айлақ болмаса біреудің туған күніне сауғалайды, бұлайды әкетіп өздеріне жетеді. Яңыларда хабар болған заманда, домбыра өле тұрған заманда яң возражение басанды. Жоқ, бұл домбыра біздің көпте басанған 1984 жылдардан алып, может, бір жыл алдыңдыр. Яхия Таймасханның ұлы Райбердиев Ленинградтан оқып келген соң, сонда өзінің хабарын айтады. Яз керлерге айтқан заманда домбырадан ұялатан дейді. Гитарада ойнаған неше ақылға дәрі үшін домбырада деп. Соның арасында бір әрі егітлер шығып домбырадан ойнаған заманда сонда біздің қарт атайлар елаған дейді. Сондан алып, үш домбыра бізде возражение болады. 84 жылдан жоғары қарап 1994 жылда оркестр ашылған үкімет. Сонда да көп қолқыр ет Таймасханович Юсуп Бабаевтен біздің рахамыз болған. Соны Қазақстанға еріп, сол домбыра өзіміз ноғайымыз ясайтын. Неге десе Қазақстаннан заказ етіп домбыраларды ноғайымызда әрі домбыралар болсын деп, оны ерген. Ол да бір әрі үлкен ұстайды. Неге десе әлгілерді қараймын, сол домбыралар қолға келемін. Әрі берден реставрация әкеледілер, бір балалар нелер болады, ярадылар, нелер жатын. То қапағын ярадылар, то басын ярадылар, құлақлары ішлемейді етпей. Соны қараған заманда бек әрі домбыралар әкеден болып тұрген. Соның жында аяулы біздің подписчиклар араңызда бір сораяқ затарыңыз болса айтарсыз. Неге десе құрымен сөйлеп тұрғанмын.